Армысыздар, эфирде біздің ток-шоу бағдарламасы. Шаңырағымнан шаттық емес, қорлық көрдім. Дәл осылай біздің кейіпкер айтып жатыр. Әйелім мені әлсіз қылды, жағамды жылат, бір сөзбен айтқанда, әйелім мені ұрат дейді кейіпкеріміз. Олай болса, бүгінгі студиямыздың кейіпкері Құдыш Мырзаны қарсы аламыз. Әйелінен зәбір көріп жүрген біздің студиямыздың қонағы Құдыш Мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсің. Төрлетіңіз. Әрине өте қиын жағдай. Қорқып қалғандай. Құдыш Мырза, жалпы оқиғаны басынан баяндап берсеңіз, қалай болды? Басынан ба? Мен 1986 жылы туылдым. Перзентханада Дилназ деген акушер босандырып алып мамамды. Сөйтіп перзентханадан 3 күннен кейін барып, мен шыққан ғой. 4 күннен кейін жоқ. Құдыш Мырза, рұқсат болса, сіздің өмір баяныңыз толығымен бізге керегі жоқ. Нақты сұраққа көшсек, әйеліңіз сізге не үшін қол көтереді? Яғни не үшін ұрды? Мен жұмыстан кейін ұры тастайды. Жаман ұрады әйелім. Мен әйелім емес, мен оның әйелі сияқтынша. Кір жуам, тамақ істеймін. Білмеймін, не ұнамайтынша. Ұры тастайды. Әрине өте аянышты жағдай. Жалпы Құдыш Мырза, сіз жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, мен қатын қызғаншақ жұмыс етпейді маған. Соған қарағанда мен қатты сүйеді-ау деймін. Қатты сүйсе ұрмайтын еді-ау, бірақ жұмыс жасамаймын. Сонда ол сізді, кешіріңіз, бұл сұрақ сізге ауыр тиетін шығар. Не үшін ұрады? Себеп болу керек шығар. Тамағың тәтті емес, тұз ашып кеткен. Тұзы көп сал жергесін. Тамақ ішіп отқан кезде шай ішіп отырамыз қойды. Шай ішіп отқан кезде ана Барбарис деген кәмпит бар ғой. Сол алады да шекеме тоқ қойып. Өткенде бар ғой. Мына жерімді пышақпен ұрды бүйтіп. Ал мына жеріме оқтау тығып алды. Кешіріңіз, сіз шатастырып тұрған шығарсыз. Пышақпен тығып оқтауды ұрған шығар. Иә, сондай. Біздің қатын инструменттер дұрыс пайдаланбайды да просто. Машинаны аяқпен айдайды, газды қолмен басады. Құлақпен көре ма бірдеңе, ауызбен тыңдай ма бірдеңе. Керісінше істейді бәрін. Жалпы сіз әйеліңізден қатты таяқ жеп, сіздің сыртқы келбетіңізге қарасақ, сіз контузия алған сияқтысыз. Әйеліңіз не жұмыс істейді? Маған не жұмыс істейтін айтпайды. Білмеймін не жұмыс істейтін. Азында тұрмайды. Кешке дейін ұйықтайды, кешке кетіп қалады. Азында бірақ келеді. Соң аранда түнкісімен де істейді-ау деп ойлаймын. Жақсы, жалпы сізге ақша алып келе ме? Сізге бере ме? Маған бермейді. Маған вообще бермейді. Ар жатшы, мазам жоқ деп бермейді. Не айтып жатыр? Жоқ, мен ақшаны айтып отырмын. Ақша ма? Мен де сол ақшаны айтып отырмын. Вообще ұстатпайды ақшаны. Өткенде келген кезде оған қол суланып тұрды. Қол суланып тұрды да қол. Жалпы Құдыш Мырзаны біз тыңдадық, оқиғаны басынан бастап баяндап берген болатын. Олай болса, бүгінгі студиямыздың тағы бір қонағы зәбір көріп отырған, яғни Құдыш Мырза осы кісіден зәбір көріп отыр деп айтсақ артық болмас. Құдыш Мырзаның... Сен ме әйелім шақырдыңдар ма не студияға? Саспаңыз. Егерде қорқпаңыз, біз араша түсеміз, біз сізді қорғаймыз, міндетті түрде. Құдыш Мырзаның әйелі, ол кісінің де айтары бар шығар. Студиямызда